Шәкіртлер, оқытушыдан тұрмыш бір шу машақатларына қаршы нешік күрешерге деп сұрау бергендер. Оқытушы күлімсіреп қойғанда, қолына су толы стакан алып, оны хауаға көтерген. Нешік ойлайсыз, мен көтеріп тұрғанға қарап, қана бұл стаканның ауырлығы артты ма деп сұраған. Юқ, әлбетте деп жауап берген шәкіртлер. Шоша келіш бір сағат көтеріп тұрсам, қолға зарар, ауырта башлар дегенлер. Бір екі күн шулай көтеріп тұруымны давам етсем, ол шырақта сәлемәтлігіз бекінік қақшар, қолығы зайыр, хәтті паралич суарға да мүмкін, деп фараз бергендер шәкіртлер. Менің сәлемәтлігім қақшанға қарап қана стаканның ауырлығы бары бір өзгермеді шулай бей. Шул өзгермеді. Аңашылды. Бұл мәселені хәл ету үшін мен аны ешлерге керек деп тағын сұрау берген оқытушы. Барда bir qadı stakanını kiri üstelgegine koyu kirek degişkenler şakirtlere. Mine gördünüz mü? Tırmışta da şulay. Men bir şılğanğa qarab qına bir şu maşaqatlar artmaydı, kimemiydi. Lakin selametligim qaqşıy. Çünkü ol bir şularına men öz üstümde, baş miyimde, yüregimde yürtem. Yok barğa bir şılğan şıyanı ya uylamay turudan. Ya tez arada hal etüden de. Yaxşısı bulmaz deyip anlatkan оқытушы. Bir kişi sandıqaşının sayrağına qaşıq bulub, үйінде өз еркіне сайратып тұтары шананы сатып алған. Bu sandıqaş әлігі адам қолында бірнеше күн сайраған да onları сайрамас болған. Әлігі кіші аптырап қышнақ сақал ұян алып барған, çünkü ол қышлар тілін біле деп сөйлегенлер еді. Bu kışını үйімде сайратыр үшін алған едім, бірнеше күн сайрады да тынып қалды. Не себептен тынып қалды екен деп сұрау берген. Ақсақал қыш білән сөйлеше башлап, не үшін тынып қалдың деп сұраған. Қыш бұлай деген. Başta süygenimni izk alıp jıladım. Gül terezeden onu көзләп сайрадым. Havada uçkan kuşlar beni көріп, süygenime jitkirgenler. Ol benim yanıma kelip tınışlandırdı. Mena ögüt nasihat berdi. Bu kadar jılama, sabır et. Allah tilese bir kavuşuruz el deydi. Şundan soň tınışlanıp kaldım deyip anlatkan. Aksakal, kaşının hocasına sandıqaşının sözlerini jitkirgen. Sen bu kışını erikке jiber. Yoksa soğuştan sargayı büler. Tabiqatga çıkıp süygeni bilen kavuşqa şul yana sayri başlar. Anın motor tavışı bilen şundağına huzurlan degen. Tigekşi aksakalına tınlap şulay işlegendi. Manın gıybirete şuldur. Her türlü ağırlıklarda sabırlık en yaxşısıdır.